Қайырлы күн, біздің тұрақты көрермен Маманның кеңесі Айдары өз жұмысын бастайды. Бүгін бізде сұхбат алаңында Түпқараған аудандық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының бас маманы Тимурова Зауреш Жауғаштықызы. Енді жалпы соңғы кездері елімізде қызылша жұқпалы дертінің күн саны артып, барлық аймақтарда тіркеліп жатырғаны белгілі. Қазіргі осы аудандағы эпидемиологиялық ахуал туралы айта кетсеңіз. Жақсы, ал қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары, қонақтары. Біз енді қазір қызылша ауруы өрші алуда. Айтып кетейін, қызылша ауруы ауданымызда эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз болуда. Енді биыл 2023 жылы қызылша ауруы тіркеліп, бас көтеріп, бүгінгі таңда ахуалымыз тұрақсыз болуда. Айта кетсек, Түпқараған ауданымызда 78 жағдай тіркелуде. 78 жағдайдың алғашқы тіркелгенінің балалары, оның ішінде 61 жағдай, ересектеріміз 17. Сонда көбінесе бізде 14 жасқа дейінгі балдарға үлесі келіп тұр. 78-де 2%-ын құрап отыр. Ал ересектеріміз 21-де 8%-ын құрап отыр. Жас жасқа бөлгенде бір жасқа дейінгі 10 баламыз. Бұл жасқа дейінгі бала қызылшаға қарсы егілмейді. Қызылшаға қарсы бір жасында егіледі. Бұл қорғанысы жоқ балдар жасқа дейінгі балдарымыздың 12-де 8%-ын құрап отыр. 1 мен 5 жасымыз. Бұл жерде 38 бала. 48-де 7%-ды құрап отыр. Бұл жерде балдарымыз бір егумен тұру керек. 6 мен 14 жастағымыз 13 бала ауырып отыр, ол 16-да 7%-ды құрап отыр. Сонда жалпы алғанда 61 баламыз 78-де 2%-ымыз құрап отыр, қайталанып отыр. Ал ересектер жасынан 20-29 жастан 8 адам, 30-39 жастан 5 адам, 40-49 жасымыздан 4 адам қызылша ауруына шалдыққан. Елді мекен бойынша бөлсек, ең басты Фортиченко қаласында 13 жағдай, Баутинада ауылымызда 3 жағдай, Аташ елді мекенде 1 жағдай, Ақшұқыр ауылында 35 жағдай, Сайын Шапағат ауылымызда 22 жағдай, Таушық елді мекенде 3 жағдай, және Қызылөзен ауылымызда 1 жағдай. Бұл жерде айтып кетсек, Ақшұқыр сайынымыз енді Ақтау қаласына жақын, бізде қазір Ақтау қаласында қызылша өршіп тұр. Сол ауа арқылы жұғады дейміз, ол тесный контакт, ара қатынасы өте тығыз болғасын жерде бізде елді мекен осы Ақшұқыр сайынымызда көтеріліп отыр деңгейі. Контингент бойынша қарасақ, бізде ұйымдаспаған бала 16, ұйымдаспаған бала 31, ұйымдасқан бала 18. Ұйымдасқан деген бұл балабақша балалары, мектеп оқушылары 14. Ұйымдасқан баланың пайызы 20-да 5% болып тұр, балабақшаларда ұйымдаспаған бала 39-да 7%, және мектеп оқушылары 18%-ын құрап отыр. Жұмыссыз бізде 7 науқас 9%-ын құрап отыр. Өндірістік мекеме, яғни Қаражанбас кенішінің орнында 1 жағдай, 1-де 3%-ын құрады, және өзге науқастар, өзге жұмысшылар, бұлар 9 жағдай тіркеліп отыр, 11-де 5%-ын құрады. Сонда бізде балаларымыз көп ауырғасын, бізде мектеп оқушыларымыз, балабақша балдарымыз және ұйымдасқан бала арасында тіркеліп отыр. Енді осы ауырған 78 науқасымыздың егілу мәліметі қалай? Бұл жерде егілгендер 33 науқас, 42-де 3%, егілмегендер 45 науқас, 57-де 7%. Яғни біздің 60-қа жақын пайызымыз егілмеген адамдарымыз ауруға шалдыққан. Сол 45-тің нешін себептер егілмеген деп талдау жасағанда, бұл егуден бас тартқан 20 адам, 44-де 4%-ын құрап отыр. Ең себебі, басты себебі уақытша мерт қарсылық, егуге келгенде әртүрлі себептермен денсаулығына байланысты мерт қарсылық қойылған, ол 15-де 6% құрайды. Егу мәліметі белгісіз, бұл несі әсіресе үлкен адамдарымыз құрайды. Олардың егу құжаттары жоқ, егу мәліметтері жоқ. Ол бізде 8 науқас, 17-де 8 жағдай, пайыз, егу уақыты келмеген 10. То есть біздің жасқа дейінгі 10 баламыз егу келмеген уақыты. Сол 10 баламыздың 22-де 2%-ын құрап отыр. Жалпы жұғу жолына қысқаша тоқтала кетсеңіз. Енді жұғу жолы, былай қызылша ауруы ауа
тамшылар арқылы беріледі. Өте тез жұғатын ауыр вирусты инфекция болып табылады. Науқас жөтелгенде, түшкіргенде, сөйлегенде өзінің вирустары ауаға тарайды. Сол ауа арқылы дені сау ауырмаған адам, егілмеген, иммунитеті жоқ, қызылша ауруына қарсы тұра алмайтын антиденелері жоқ адамдар өздерінің денсаулығына байланысты, иммунитетіне байланысты осы вирустарды жұқтырады. Сондықтан өте тез жұғатыны өте тез жұғатыны осындай вирусты инфекция болып табылады. Қызылша ауруы ол өзіне тән дене қызбасы болады, өзіне тән симптомдар ол 38-39 градусқа барады. Дәрі-дәрмек қабылданса да қызу түсіретін, ол қайтадан көтеріледі. Ол өзіне тән, осы қызылшаға тән жоғарғы температура береді және қайтадан көтеріліп тұрады дәрі-дәрмек қабылдаған жағдайда да. Және көздің, мұрын, жұтқыншақтың қабынуы болады, катаралды белгілер болады, өзіне тән денесіне тері бүртпелері, өзіне қызылша ауруына тән қызыл ұсақ бүртпелер шығады. Осы ауру сипатталады. Және де алғашқы 3 күнінде, алғашқы 3 кезеңде ол ауру тұмаудың ауру белгілері болып басталады. Дене қызу көтеріледі, бас ауырады, тамақ жұтындырмайды, тамақ ауырсынады, жөтеледі. Кейбір жерлерде азғантай случайде бізде іш өту белгілері болды және құсқан белгілері болды. Ол сирек кездеседі бізде. Және осы алғашқы 3 күнде ата-аналарға, тұрғындар арасына айтатыным, басқа аурулардан айыру үшін өзіне тән қызылшаға ауыз қуысында, адамның ауыз қуысында, ұртында, азу тісінің деңгейінде қызыл жолақпен қапталған ақ дақтар пайда болады. Ауыз қуысының? Иә, ауыз қуысының ішінде, ұртында азу тісінің деңгейінде болады. Оны Коплика филатова деп айтады белгісін. Осы тән айырмашылық беретін, ерте анықтау әлі біртүк жоқ денеде, бірақ ауру белгілері бар да, осы белгі бізде ерте анықтау үшін ауыз қуысындағы бір ерекше болатын белгі. Сосын 3 күннен кейін, қызудан кейін, 3 күннен кейін бізде бүртпе шығады. Бізде айтады, мен бүгін ауырдым, бүгін бүртпе шықтым, қызылша дейді. Жоқ, әр уақытта ол 1-2 күн ауырады, бүртпе сосын шығады. Бүртпенің біздің дене мүшеміздің басымыздан жоғарыдан төмен қарай шығады. Өзінің сол кезеңі, өзіне тән. Басқа да бүртпелерден айырып алу үшін, аллергия бүртпелерден, басқа да аурулардың бүртпелерінен айыру үшін. Сондықтан ол ең бірінші құлақтың артынан, беттерінен, басынан, ары қарай мойынға кетеді, ары қарай денесіне, қолдарына, алақандарына егер түгел шығатын болса, және уже астына аяқтарына шығып, табандарына шығады. Осындай этапнасына кезең-кезеңмен шығады бүртпелер. Осыған мән беру керек. Және бүртпелердің жазылу кезеңінде, кетіп батқан кезінде де сол кезең-кезеңмен кетеді. Мана шыққан бірінші мойыннан шығады, құлақ артынан, бетінен, мойыннан, дене үстінен, қолдарынан, аяқтарынан болып кетеді. Біздің эпидемиологиялық тергеу талдау жұмысымыздан 60% науқасымыз егу жоқтықтан ауырып отыр. Сондықтан ең бірінші алдын алу жұқтырмау үшін қызылшаға қарсы егілу ол өте маңызды, қажет те. Ал ауырған жағдайда, осындай ауру белгілері пайда болғанда, біздер әсіресе ұйымдасқан ұжымдарда ауырып жүріп балалар мектепке, мектеп оқушылары, балабақшаға балдарымыз барылмау керек. Үлкен адамдар ауырып жүріп жұмыстарына барылмау керек. Және сол ұжымдарда медицина қызметкерлері таңертеңгі фильтр деп айтамыз. Осы бізде әр уақытта қызылша болмаса да, қыс мезгілінде бізде жедел респираторлы вирусный инфекциялар, тұмау аурудың алдын алуында да осындай таңертеңгі сүлгілерді біз өткіземіз. Сонда нақты сапалы жүргізілу керек. Әр адамның жағдайы, дене тері қабаттары қаралып, жағдайын сұрап, сол сүлгілер. Егер жұмысшылар, балалар, оқушылар ауырып тұрған кезде мезет болса, анықтап
белсенді анықтау керек. Бала өзі жұмысшы өзі келмеу керек, мен ауырып тұрмын деп. Біз белсенді анықтап, оны жұмыстан шеттеп, балабақша мектептерден дәрігерге жіберуіміз қажет. Инкубациялық кезең дегеніміз, айтып кетейін, түсінігі болсын, инкубациялық кезең дегеніміз, міне бүгін сол адам вирусты жұқтырды, қызылшаның вирусын жұқтырды, және ең алғашқы ауру белгілі пайда болғанның арасындағы уақыт. Соны инкубациялық кезең дейміз, жасырын кезең. Ол кезде әлі ауру белгісі жоқ, бірақ вирус жұқтырды. Сол біздің жасырын инкубациялық периодымыз, уақытымыз 21 күн деп аламыз қызылшада. Бірақ орташа есеппен біз қазір ошақтарда жұмыс жасағанда көбінесе бізде 10-14 күннің арасы болып тұр. Жұқтырғаннан кейін 10-14 күннен кейін ауру белгілері шығып қызылша болып жатыр. Бірақ менің өзімнің басынан өткенде де 21 күн деп қызылша ошағын бүгін жабамыз дегенде де бір зан ашушысы қызылша аурулары белгісі пайда болады. Сондықтан 21 күн деп 21 күн оқшаулауға да біз жазатынымыз 21 күн дегеніміз. Егер бізде 21 күн оқшаулау дегеніміз, олар жұмыс орнына барады, бұл оқшаулау жанасушыларға байланысты, науқасқа емес. Науқас өзінің ем шарасын алып, ол клинсист дәрігерлер үй жайында емдейді, немесе стационарларға емдейді, жатқызылады. Ол өзінің өту ауыр, қызылшаның өту деңгейіне қарай, жасына қарай әртүрлі оның жолдары бар. Жатқызға кім тиісті, үйде кім емделеді деген сияқты. Ол өзі үйінде емделу керек. Себебі тағы да айтып кетейін, мына бүртік шыққанға дейін 5 күн, бүртік шыққанға дейін 5 күн, бүртік шыққаннан кейін де 5 күн деп біз жалпы 10 күн деп алған, нағыз өте вирустың шығуы, вирустың жұғуы, ары қарай таралу қаупі деңгейі жоғары. Сол осы мезгілде біздің науқастарымыз үйінде оқшауланса, емін алса, науқастар ары қарай вирусты таратпаса, көпшілікте жүр. Ол да бір алдын алу жолы. Ал сол ошақта балабақшаға, мектепке жұмыс жасайтын адамдар, оларды 21 күн бақылауға алынады. Бірақ біз ахуалдың көбеюіне байланысты, қызылшаның деңгей өсуіне байланысты біз рекомендация береміз. Ата-аналармен сөйлесеміз. Біз індетке қарсы іс-шара жүргізетін біз мекемеміз бар, біздің емдеу сауықтыру мекемелері тарапымыздан телім дәрігерлері, мейірбикелері біз ата-аналарға түсіндіру жұмысын жүргіземіз. Сіздің балдарыңыз егілмеген болса, балабақша, мектепке баратын болса, онда сіз кішкене инкубациялық периодты, мына айтып отырып, средний бізде 10-14 күнде отырып, практически көріп отырып, соны ұстай тұрмыз. Біздің мектеп балабақшаны ары қарай таратпайық. Ауруды дегенде келсіп, үйлерінде олар оқшауланып, наблюдениеде біз ұстап отырамыз. Ал ары қарай сол жаңа айтып отқан 10 күніміз нағыз қауіпті 10 күн өткеннен кейін, ол адамдарда ешқандай белгі болмаса да, біз оларды жібереміз. Бұл өзара өзіміздің жергілікті шешіммен келісіп жасап отқан шараларымыз. Ал тек жанасушылар 21 күнге бақылауға алынады. Дене қызу, жалпы жағдайы, тері дене қабаттары тексеріліп, тіркеу парағына жазылып. Жалпы енді манадан айтып жатыр қой, індет осындай таралып жатыр деп, бұл аурудан қорғанудың ең тиімді жолы қандай? Өте маңызды сұрақ, дұрыс сұрақ. Ең осы ауыр біздің өте тез жұғатын жұқпалы ауруымыздың, қызылша ауруының ең бір жолы, тиімді жолы, маңызды жолы, дұрыс жолы ол вакцинация. Ол тек вакцинация. Қызылша ауруына қарсы егілу қажет. Біздің Қазақстан Республикасымыздың қаулысы, үкіметінің қаулысы бойынша 612 нөмірлі бізде мынандай Қазақстан Республикасының профилактик екпе ұлттық күнтізбесі бар. Осы күнтізбесіне сай біздің балаларымыз 1 жасында және 6 жасында қызылша ауруына қарсы егіледі. Бұл ауруға біз ККП деген вакцинаны енгіземіз. Бұның ішінде қызылша, қызамық, эпид-паротит жұқпалы ауруларға қарсы егу жұмысы жүргізіледі. Сонда біз бір вакцина егіп отырып, 3 ауруға қарсы алдын аламыз. 0,5 мөлшерде, миллилитр мөлшерінде тері астына
өзінің бір дозлық вакцина ерітіндісі болады. Емдеу сауықтыру мекемесінде, әркім өзінің жергілікті тіркелу емдеу сауықтыру мекемесінде осы егу жұмысы жүргізіледі. Бір рет қызылша өмірінде ауырған адам екінші рет қызылшамен ауырмайды. Біз жылда тұмаумен ауырамыз ғой. Жылда тұмауға, мына жіре ауруларына шалдығады, айтамыз, тұмау деп айтамыз ғой енді. Бірақ қызылша ауруы бір рет ауырғаннан кейін екінші рет ауырмайды. Енді қосып айтып кетейін дегенім, жаңа вакцинация бойынша егу не үшін қажет? Бұл қызылша ауруын алдын алады. Және әр адамның организміне байланысты ол сол қызылша ауруының вирусына антиденелерді түзейді, қарсы шығатын. Ал әркімнің иммунитеті организмнің қалыптасуына байланысты ол әркімге әртүрлі мөлшерде деңгейде болады егуден кейін. Сондықтан бұл егер егуден кейін де қызылшамен ауырған жағдайда ода жеңіл өтеді, оның бүртпелері аз болады, интоксикация, температурасы азғандай болып жеңілдеу өтеді. Қызылшаны біз көріп жүрік, өте ауыр деңгейде өтетін. Және асқынуының алдын алады. Асқыну. Мына қызылша ауруының біз асқынуынан қорқамыз, асқынуын болмау үшін жұмыс жасаймыз, ем шара жасағанда. Бұның өте асқынуы, вторичное заражение дейміз, бактериальны, көрдіңіз ба? Сондықтан көздің, құлақтың, жоғарғы тыныс алу мүшелерінің қабыну, асқынулары болады. Қызылша ауырғаннан кейін қазақша жалпақ тілмен айтайын, түсінікті болсын деп, вирус ол миды қабындырады. Көрдіңіз ба? Соны паненцефалит деген аурулар болады. Ол емделмейтін, ешқандай емі жоқ, өлімге алып келетін осындай асқынуларға да әкеледі. Бұл және бірден емес, уақыт өте, ол ұзақ уақыттан кейін болатын асқыну. Өте сирек кездеседі, бірақ ол бар. Рахмет. Көптеген сұрақтарға жауап алдық. Жалпы өте тың мағлұматпен бөлісіп отырсыз. Жалпы осы аудан тұрғындарының арасында енді осы ауруға қарсы екпе жұмыстары жаппай жүргізіле ме? Енді былай айта кетейін, өте тамаша, дұрыс сұрақ. Осы эфирді пайдалана отырып, қала, біздің аудан тұрғындарына, қонақтарына айтарым. Осы біздің эпид ахуалымызға байланысты қызылша ауруын алдын алу мақсатында бізде қазір қосымша жаппай иммундау жұмысы жүруде. 7-ші қаулымыз шықты. Бұған кімдер жатады? Кімдерді егеміз? Бұған жасқа жетпеген, бір жасымызға жетпеген 6 айдан бастап 10 ай 29 күн, яғни 6 айлық бала, 7 айлық бала, 8 айлық бала, 9 айлық бала, 10 айлық бала балдарымыз егеміз. Қазір бізде қазір таңда 6 ноябрьден бастап бүкіл Қазақстанда ол жұмыс басталды. Біздің ауданымызда жүріп жатыр. Балдарымызды шақырып егудеміз. Келесі 2 жасымыз, 3 жасымыз, 4 жасымыз, 4 жас 11 ай 29 күн аралығында егеміз. Бұл қай уақытта басталады? Бұл желтоқсан айында. Желтоқсан айында осы егу жұмыстарын бастаймыз. Мына біздің жасқа дейінгі балдарымыздың эпид ахуал тұрақтанға дейін жүргізілеміз. Ол 2023-тің аяғы, 2024-тің жылдары. Ал мына 2 жас пен 5 жасқа дейінгіміз ол осы декабрь, қаңтар айында жүреді. 3-ші контингентіміз ол медицина қызметкерлері. Медицина 55 жасқа дейінгі медицина қызметкерлеріміз. Біздің медицина қызметкерінің бәрінде осыдан да бұрын біз прививкалары ең бірінші бізде қауіп ошақта жұмыс жасайтын медицина қызметкерлеріміз. Олар бірінші бізде ауырмау керек. Сондықтан бірінші медицина қызметкерлеріміздің де қазіргі таңда егілмей, бұрын егілмеген 2015 жыл, 19 жылдарда бізде эпидситуация бойынша да егеміз ғой, медицина сол прививкаларын алмаған болса, егілмеген болса, онда 55 жасқа дейінгі медицина қызметкерімізді қамтимыз. Осы біздің 3 бағытта қазір контингенттерімізді егу жұмысы жүруде. Сондықтан шақырамыз, егуге шақырамыз, балдарымызды қорғайық, қызылшамен ауырмайық. Рахмет сізге, Зәуреш Жолғаштықызы, бүгінгі эфирімізге келіп, бізге тың ақпаратпен бөлісіп, біз аудан тұрғындарын жаңа өзіңіздің медициналық тұрғыда жаңағы дәлелдер келтіріп, біраз бізге ақпарат бердіңіз. Енді құрметті біздің көрермен, қазіргі енді жағдайға байланысты әрбіріміз өз өмірімізге зиян келтірмей, сауатты түрде емделуге шақырамын. Рахмет.